Қара кесек қазақ рэп орындаушысы ретінде өз аудиториясын қалыптастырған музыкант. Оның лирикалық әуендері бастапқыда жастарды, кейіннен ересектерді өзіне баурап алғаны жасырын емес. Ауылдың қарапайым қара баласы танымалдылыққа қалай ие болды? Қара кесек деген кім? Өнер жолына қалай келді? Дәл осы сұрақтарды осы видеодан біле аласыздар. Бұл қызықты ақпараттарды қазақ тілінде ұсынатын Хамит Official YouTube арнасы достар. Қара кесектің шын есімі Амантаев Омар Қайратұлы. 1994 жылы 17 қазанда Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Шыңғырлау ауданында өмірге келген. Бала кезінде отбасымен Ақтөбе облысына көшіп кеткен. Омардың тұратын ауылы шағын ғана, ауыл ішінде халық саны аз. Ауылда өскен жігіттің сабақ үлгерімі орташа болған. Ал рэп бағытында жастайынан қызығушылық танытқан. Қазақ рэпті жақауда Джихад отбасын тыңдап бірнеше тректерін өзі айтып көреді. Бастапқыда веб-камераның алдында отырып, өзі жазған тректерді орындап жүреді. Уақыт өте бұл қызығушылық мақсатқа айналып, 2011 жылдан бастап авторлық тректер жазуға кіріседі. Осы уақытта Омар өзіне лақабат іздей бастайды және өзінің руын лақабат ретінде пайдаланып, қара кесек атауымен рэптерін шығарып отырады. Әрине бұл уақытта рэптен табыс түспейтін, ал күн көріс үшін Омар вақтада онымен қоса қара жұмыстар жасайды. 2012 жылы алғашқы тректерін жазған рэпер батыстық рэп орындаушылардан құралған West Eagles, яғни батыс қырандар деген құрамда өнер көрсетеді. Бұл уақытта қазақ рэпте батылдар жиі ұйымдастырылатын. Қара кесек осы батылдарды төбе көрсетіп, өзін шыңдай бастайды. 2012 жылы қара кесек жүректен және жанға жайлы атты 2 альбомын жарыққа шығарады. Ол кезде тректер ВКонтакте желісі мен Эрхос платформаларында ғана таралатын еді. Кейінірек Легион тобының мүшесі ретінде жаңа туындыларын жарыққа шығарады. Бастапқыда рэпердің тректері танымалдылыққа ие болмады, алайда тәжірибе жинақтауға өзіндік үлесін қоса білді. 2013 жылы Омар бірнеше қазақша рэп батылдарына қатысады. Әсіресе қазақи батылда ардагер рэпер Шоханмен финалға шығып, жекпе-жекте лайықты қарсылас болады. Одан кейін де бірнеше батылдарға қатысып, өз аудиториясын қалыптастыра бастайды. 2015 жылы рэпер Денис Алақыр деп аталатын ұжымның құрамына кіреді. Осы ұжымда жүріп, ұмытпадым, жүрегім, уақытша, ол кетті, мейлі, жасыру қиын тағы да басқа әуендерін жарыққа шығарады. Дегенмен қара кесекті жақсы танытқан бұл Аспан деген әуен еді. Осы музыкасы арқылы қазақ рэпте өзінің танымалдылығын арттыра бастайды. Қара кесектің рэп орындау стилде ерекше әрі тартымды болатын. Сондықтан болар жастардың көпшілігі оның лирикалық әуендеріне қызығушылық танытады. Сол уақыттан бастап қара кесек басқа да рэп орындаушылармен тығыз қарым-қатынас орнатып, 100-ден астам фиттер жасады. Шығармашылық байланыс арқасында батыс өңірлерін аралап рэп концерттерде өнер көрсетеді. 2016 жылы қара кесек үшін жемісті жыл болды. Деттом, Ақпан, Қайырлытын әндері осы жастар арасында кеңінен танылуына ықпал етті. Онымен қоса, сол жылы шымкенттік рэпер Багимен бірге Жалған деген әуен жазады. Аталмыш музыка жылдан тарап бірден хитке айналады. Жыл соңында қара кесек Кезі Саунд паблигінің ақпаратына сәйкес жылдың үздік рэп орындаушысы атағына ие болады. Расымен де сол уақытта Омар ай сайын тоқтаусыз жаңа тректер шығарып белсенді болған еді. Дегенмен осы пабликке берген сұхбатында жуырда альбом шығарам, егер осы жинақ сәтті шықса, жалғастырам, керісінше болса, рэппен қоштасам дейді. Бұл жауапқа көңіл күйлер түскен тыңдармандары Омардың альбомын асыға күтті. 2017 жылы үміт ақталып, Аспан деген ән жинақ жарық көреді. Күйтабақтағы Аспанның жарлығы, жарыққа, жаздан кейін, зая әуендері көпшіліктің көңілінен шығып жақсы нәтиже көрсетеді. Рэпер бұл альбомда Қазақстан бойынша сатылымға шығарады. Көп замай альбомның тұсаукесерін өткізу мақсатында еліміздің бірнеше өңірлерінде концерттер береді. Омар өте қарапайым ауылдың жігіті. Сахнаға да сол қарапайымдылығын сақтап шығады. Көп сөйлемей әндерін орындап, халықтың қошеметіне ие болады. Бір қызығы гастрольдік тур кезінде келесі қала, аудандарға бір өз таксимен не автобуспен жолға шығып кете беретін еді. Бұл уақытта Омардың музыкалары базарлар мен таксилерде, тіпті радиоларда беріле бастайды. Журналистер қара кесектен бірнеше рет сұхбат алғысы келеді. Алайда тұйық мінезді жігіт ашылып ештеңе айта қоймайтын. Сондықтан болар қара кесектің жанкүйерлері ол туралы көп ақпарат ала алмай, әрмен қарай қызығушылықтары арта түседі. 2017 жылы қара кесектің Өзің білсең өзіңе сен деген музыкасы жылдан таралып бірнеше хитке айналады. Және де Қадірімді біл, Түнгі Ақтөбе тректері де өз тыңдармандарын табады. 2017 жылдың қараша айында Омар өзінің сүйіктісі Альбинамен отау құрып, ауылында той жасайды. Бұл жаңалық көпшілікті таң қалдырғаны рас. Тіпті жанкүйерлері енді әндерінің бәрін әйеліне арнап шығарады деп айтады.
2018 жылы Қаракесек жарық ұйымын ашып, бірнеше жас орындаушыларды құрамға алады. Жыл басында «Жасығым не? Уақыт қадіріңді біл» музыкаларына бейне баяндар түсіреді. Бұл тыңдармандар үшін күтпеген жаңалық болды, себебі Омар бұл уақытқа дейін ресми бейне баян түсірмеген болатын. 2018-2019 жылдары Қаракесек Қазақстанның ауыл аймақтары мен аудан қалаларын түгелдей аралап бірнеше рет концерттер береді. Көптеген жас орындаушылар өздерін таныту үшін Омарды концертке шақыратын еді. Көп қаламақы төлемесе де, рэпер концерттерден бас тартпайтын. Тіпті 100 адам толмаған концерттерге де барған. Статистикаға сенсек, 2017 мен 2019 жылдар аралығында Қаракесек 200-ден астам концерттер беріп, еліміздің барлық аймақтарын шарлап тастайды. Бұлай қарағанда Қайрат Нұртастан кем түспеген сияқты. 2019 жылы Омардың «Тура жүр», «Шын айтам», «Үміт», «Ыстық үй» әндері шығады. Және де тағы да KZ Sound паблигінде жылдың үздік рэпері атанады. Бұл уақытта қазақ рэп тыңдармандары Қаракесек пен шымкенттік Баллерді жиі салыстыра бастап, екеуін бір-бірінен бәсекелес көретін. Екеуінің стилі екі түрлі болса да, анау мықты, мынау мықты деп әлеуметтік желілерде сөзбен қырылып жататын еді. Сол кезде Омардың жеке өмірінде де біршама жақсы жаңалықтар орын алды. Ол алғаш рет әке атанды және де мұсылмандарға парыз етілген қажылық сапарына барып қайтады. 2020 жылы карантин басталып, жоспарланған концерттің бір шамасы өтпейтін болады. Пандемия кезінде үйде болған музыкант тапсырыспен әндер жазып, жақсы табыс табады. Тіпті кейбір ғашық жігіттер қыздарын арнап ән шығаруын өтініп жақсы қаламақ төлеген екен. Арнаулы әндерден бөлек Қаракесек деген атаумен жейделерін онлайн түрде сатылымға шығарады. Шығармашылыққа ден қойған артист жаңа альбом жазуға кіріседі. Осылайша 2021 жылдың көктемінде Күй деген 4-ші ән жинағын тыңдармандарына ұсынады. Жинақта 12 трек болып, барлығы дерлік өз аудиториясын табады. Сол жылдың жаз айында жарыққа шыққан «Ауылдың қызы» әнді жастар арасында жақсы бағаланады. Ал 2022 жылы шыққан «Дөңгелек», «Ақ көйлек», «Әппағым», «У-шу» әндері бірінен кейін бірі хит дәрежесіне көтеріліп, жұрттың назарын бірден аудара кетті. Жалпы 2022 жылы Қаракесек үшін жұлдызы жанған жыл болды десе қателеспейміз. Себебі сол жылдың тамыз айында «Гүл» әні музыкалық платформаларға шығып, жылдам таралды әрі бірден хитке айналды. Тек жастар емес, ересектердің өзі қайта-қайта тыңдай беретін еді. Осы әннің хит болған соншалық телеарналар мен өнер жұлдыздары және блогерлер әртүрлі трендтер түсірді. Ал Омарды эстрада жұлдыздарымен бірге үлкен стадиондарда өтетін концерттерге шақыра бастайды. Тіпті «Гакку» дауысы 2022-де «Гүл» әнін орындағанда барша көрермендер онымен бірге қайталап қолдау білдіреді. Танымал болған тұсында Омар мен эстрада жұлдыздарда дуэт жазғысы келіп ұсыныстар тастайды. Нәтижесінде әнші Жігер Ауыпбаев мен Лилия «Калифорния» мен «Уақыт» деген әндер жазады. Онымен қатар «Қызық премия» жобасында жыл жаңалығы деген статуэткаға ие болады. Беу заманауи музыкалық жүлдесінде арнайы шақыртылып, жас орындаушылармен бірге бәсекелестік танытады. Және де «Жездуха» сериалында әнін арнайы орындайды. 2023 жылы Қаракесекке көптеген ауқымда концерттерде өнер көрсету сәті туды. Қаншама ел аралап, арнайы шақыртулармен бірнеше шоу концерттерге де ән шырқайды. Ал шығармашылығында «Қою», «Айдай», «Найзағай», «Кемемен» деген жаңа хиттерін жарыққа шығарады. Сонымен қатар Мейрамбек Беспаевтың жобасы болған кавер-шоуда Төреғалидың «Таңғажайып», Мұзат тобының «Сен келерсің» және Мейрамбектің «Сүйікті әндеріне кавер жасап, бірден хитке айналдырып жібереді. Тіпті Қазылар алқасындағы өнер қайраткерлері Қаракесектің стиліне, орындау шеберлігіне тәнті болып, алғыс білдіреді. 2024 жылы Омардың «Үзібал», «Орамалда», «Сахара», «Платье» әуендері хит дәрежесіне түспей тыңдарманның сүйікті туындыларына айналды. Қазіргі таңда Қаракесек жаңа әндер жазу үстінде, тіпті ән жинақ шығаруды жоспарлаған. Бұйырса алдағы уақытта эстрада жұлдыздармен бірге дуэттер шығуы да мүмкін. Омардың бір концертке шығу қаламақысы 1 миллион теңгеден жоғары. Егер алыстау жер болса, өзге мемлекет болса, бұл қаламақы 2 миллионнан асады. Райдеріне ұшаққа билет, қонақ үй, тамақтану кіреді. Бір қызығы 2015-2016 жылдары Омардың қаламақысы 50-100 мың теңгеден бастау алған екен. Ол кезде қарапайым киініп алып, таксиге мініп концертке бара беретін. Концерттен соң келесі қалаға автобусқа мініп кете беретін. Бұл оның қарапайымдылығының өзін жұлдыз санамайтынын көрсеткендей. 2023 жылы арнайы шақырумен
Монголиядағы қазақтарға да концерт беріп қайтты. Оның тұйық мінезін дұрыс түсінбеген қандастарымыз бізді жақтырмады, үндемей кетті деп шағымданады. Көп ұзамай ұйымдастырушылар Омардың шын өмірде де сондай тұйық адам екенін түсіндіріп кешірім сұрайды. Өзінің тұйық мінезді екенін ол Қызық премия жобасында да айтқан болатын. Айтуынша бұл мінез әкесінен шыққан екен. Қазіргі таңда Қаракесектің ютубындағы арнасында 400 мыңнан астам жазылушы бар. Жалпы қаралымы 500 миллионға жуықтаған, яғни ай сайын ютубтан да қомақты табыс табады. Жеке өміріне келсек, жұбайы Альбина және екі перзентімен бірге тұрады. Омар жеке өмірін ашып айтқысы келмейді, тіпті ешқандай сұхбаттар бермейді. Тіпті оның күліп түскен фотолары да аз екен, сондықтан Омарды көріп қалсаңыз, оның күлгенін байқамауыңыз да мүмкін. Қаракесек қазақ рэпіне ғана емес, қазақ музыкасына жаңа леп алып келген музыкант. Оның музыкасы тыңдармандар жүрегінен орын алып, терең әрі қараңғы әлеміне алып кетеді. Және де өзінің адами тұйық, жабық, лирикалық музыканың жаңа есігін ашқан қазақ поп мәдениетінің жарқын өкіліне айнала білді. Ол барлық әннің сөзін өзі жазады, әуенді өзі шығарады. Шығармашылық жолына мән берсек, өнерде жүргенде 15 жыл болған екен. Бұл аз уақыт емес әрине. Көп жылдық еңбек ақталып, мінекей халықтың сүйіктісіне айналып отыр. Қазір Қаракесектің әндерін ересектерде тыңдайды, кафелер мен таксилерде, тіпті шетелдерде күн сайын тыңдайды екен. Талантты өнерпаздың шығармашылығына, жеке өміріне де сәттілік тілейміз және жаңа хит әуендерді күтеміз. Достар, Қаракесектің кіммен дуэт жазғанын қалар едіңіз және қай әніне бейнебаян түсірген дұрыс, себебі оның бейнебаяндары тым аз. Мүмкін осы видеомызды көріп, ұсыныстарыңызды ескеріп жатар. Ал көпшілік оның ашық сұхбаттарын күтуде. Мүмкін алдағы уақытта өзі туралы ашылып сұхбат берер. Ойларыңызды төмендегі пікір бөліміне жаза отырыңыздар. Бұл Хамит Official YouTube арнасы. Жаңа ақпараттарымыз жылдам шықсын десеңіздер, арнаға жазылып, достарыңызға таратып отырыңыздар. Және де Telegram, TikTok'тағы парақшаларымызға жазылуды да ұмытпаңыздар. Қызықты видеолар бірінші болып, сонда салып отырамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.